3 күн. Бүгін алғашқы жұмыс күні. Асыға басқан Жайнар көңілі алып-ұшып жұмыс істейтін мекеменің алдына көлікпен зыр ете түскен. Өз түйіндемесін 3-4 жерге ғаламтор арқылы жіберген болатын. Көп ұзамай бірінен жауап келді. Электронды хабарламада: жұмысқа қабылдандыңыз, құттықтаймыз. Ертең сағат 9-да мекемеге кіріп, оң жақта есікте қызыл түймені басыңыз. Сол жақ есік ашылады. Кабинетіңізге кіріп, жұмысқа кірісе беріңіз. Тапсырма үстел үстінде жатады. Алғашқы 3 күн сынақ мерзімі делінген екен. Міне, осы есіктен кіруі тиіс. Тым-тырыс тыныштықты Жайнардың біз өкшелі етігі ғана тықылдатып бұзып келеді. Жайнар жақындай бергенде есік өзі екі жаққа ысырылып ашылды. Есік көзінде ұзын бойлы қара көзілдірікті жігіт тұр. Шамасы күзетші. Жайнарды көрген бетте сәлеметсіз бе деп амандасты. Дәлізде күзетшіден басқа жан баласы жоқ. Жайнар да амандасып, тыныштықта таң қалып тұрған жасыра алмаған. Үнсіз тыңданған жігіт ләм демеді. Жүрегі шым ете түскен Жайнар кешегі хабарлама бойынша жүріп отырды. Көп ұзамай діттеген есігін тауып, ішке кірмес бұрын артына қараған. Әлгі жігіт сол қалпы тас мүсін тәрізі мелшиіп тұр. Жайнар ішке кіріп кетті. Түскі үзілісте ешқайда шықпады. Бітірген жұмыстарын реттеп, кешке үйге жиналған. Қара көзілдірікті жігіт бұның тықырын естіп орнынан тұрып алған екен. Ертеңгілік жауап қатпағанына аздап ренжіп қалған Жайнар үнсіз есікке жақындап қалғанда: сау болыңыз, көріскенше, күн жақсы болсын, деді әуезді үнмен. Үнсіз жымиған Жайнар басын изеп шығып кетті. Көлігін оталдырып жатып, әйнек есіктің артқы жағындағы жігітті іздеген. Ол бұған көз алмай қарап тұрған сияқтанып кетті. Жайнар үйге жеткеннен кейін де әлгі жігітті ойлауын доғара алмады. Бойы ұзын, сымбаты келіскен, мұрын, ерін, бет пішіні бәрі құдды қаламмен сызып қойғандай ау. Түнімен түс көріп шықты. Көзілдірікті жігіт екеуі теңіз жағалауында қыдырып жүр. Көзілдірігіңді шешші, дейді ол, болса басын шайқайды. Сосын Жайнарды құшақтай алады. Ертеңгісін Жайнар шай ішейін деп ішпестен айна алдында ұзақ боянды. Кеңсеге кіріп келгенде байқады. Күзетшілер отыратын жерде кешегі жігіт тұр. Бағанадан бері ол ауысып кеткен болар. Бүгін басқа жігіт тұратын шығар, көре алмай қалатын болдым ғой, деп ойланып келіп еді. Оны көргенде қуанып кетті. Бұл жақындағанда кешегідей сәлеметсіз бе деп амандасты. Жүрегі атақтай соғып, ерінің жыбырлатуға әрең шамасы жетті. Жайнармен бірге 2-3 адам кірген. Оларға да амандасып, әлгі жігіт ізеттілік танып тұр. Ал аналар болса тіпті назарда салмайды. Жайнар жігітті аяп кетті. Күзетші адамның қорымы, сонша неге аманын алмайды, деп бейтаныс қызметкерлерге ренжіді. Түскі ас кезінде дәлізге шыққан. Күзетшілер отыратын қоршау ішінде тағы бір жігіт жүр. Жайнардың ғашығы болса теріс қарап отыр. Сәлеметсіз бе, жаңадан келген, есеп-қисап маманы Жайнар боласыз ба, деді. Иә, деген Жайнар атымды қайдан біледі деп таңданысын жасыра алмай: қуаныштымыз, сіз де таныссыңыз, мерси, деп көзілдірікті жігітті иығынан ұстаған. Іле, біз таныспыз деген қоңырын жетті. Мерси лақап аты болу керек. Шын есімі кім екен? Басқа біреу болса ғой сұрап алар еді. Осы мінезімде менің, деп Жайнар іштей өзінің тұйық мінезін сөкті. Кешкісін түк құрып, қоштасып, жігіт тағы үнсіз қала берді. Тым мәдениетті екен. Жайнардың жігіт бойынан алғаш тапқан міні осы болды. Түсінде тағы көріп шықты. Екеуі бірге отыр. Көзілдірігін шешіпті. Бірақ ол: менің жүрегім тас болып қатып қалған, дейді. Селк ете түскен Жайнар бірден оянып кетті. 3-ші күн Жайнар ертемен келіп жұмысына кірді. Көзілдірікті жігіт тағы да амандасып қала берген. Түс мезгілінде электр жарығы сөніп қалды. Соны пайдаланып сыртқа шықпақшы болған. Кабинетіне шыққан мұң екен. Шыңғырған қыздың дауысы шықты. Шошып кеткен Жайнар бастапқыда дыбыстың қайдан шығып жатқан аңдамай қалған. Сөйтсе, күзетшілер отыратын жерді айналса артында лифт бар болып шықты. Дауыс сол жерден шығып жатыр. Бір емес 2-3 жас қыздың дауысы. Шамасы жарық өшіп қалған соң лифті де орта жолда тұрып қалса керек. Дәлізде көзілдірікті жігіт екеуінен басқа жан жоқ. Көмектесер ме екен деп күткен.
бірақ ол мелшиген қалпынан танбады. Қасына жақындап барып, лифті ішінде адамдар қалыпты, тезірек электр шақырсаңыз, деген. Ол тағы да үндемеді. Дауыстап жылаған қыздар сырттан көмек сұрап жатыр. Мен сізге айтам, деп дауысын біршама қатайтты. Ызаланып кеткен Жайнар жетіп барып бар күшімен жұлқып қалған еді. Ана жігіттің басы жұлынып, анандай жерге ұшып түсті. Сұмдық көріністен басы айналып талып бара жатып көргені, кешегі шапыраш көз жігіт жүгіріп келіп, бұны сүйіп жатқаны. Бұл болса тағы кімнің басы жұлынып қалады деп шошып айқайлап жатып есінен танып қалды. Есін жиғанда қараса, ауруханада жатыр. Қасында шапыраш көзді жігіт тұр. Кешірім сұрайды. Сөйтсе, Мерси деген есімді шапыраш көзді жігіт ойлап тапқан екен. Ал әлгі жігіт деп жүргені жаны жоқ, адамды сүйе алмайтын, сүйгенді түсіне алмайтын, тек тоқпен ғана жұмыс істейтін робот болып шықты. 3 күн ішінде өмірі күрт өзгерген Жайнар алданып қалғандай сезімде еді. Жұмысқа қабылданғанына қарамастан, ол мекемеге қайта бармады. 3 күн ішінде ағарып кеткен шаштарына қарап үнсіз ойланып отыр.